Өзбекәлі Жәнібеков. Өзбекәлі Жәнібекұлы Жәнібек 28 тамыз 1931 жылы Отырар ауданы Түркістан облысында дүниеге келген. 24 ақпан 1998 жылы Алматы қаласында дүниеден өткен. Кеңестік мемлекет қайраткері, Қазақ КСР мәдениет министрі, этнограф, тарих ғылымдарының кандидаты. Ауылдағы дәстүрге сай ең құрметті қариялардың бірі өзбек ақсақалдың құрметіне есімін иеленген. Әкесі Жәнібек Құдиярұлы мен анасы Қаныша Томаш қызы шаруа адамы ретінде қарапайым тұрмыста өмір сүрген. Өзбекәлі Жәнібеков дүниеге келген соң көп ұзамай әкесі қайтыс болып, анасын әмеңгерлік салтқа сай Серім Сейітбек ұлына қосады. Балалық шағындағы қиындықтарға қарамастан, ол білімге құштарлығын жоғалтпай, мектепке барып білім жолына түсті. Өзбекәлінің алғашқы білім алуына оның әпкесі Мәдиненің әсері мол болды. Ол Өзбекәліге кітап оқуды үйретіп, танымын кеңейтуге көмектесетін. Алайда Мәдине ерте қайтыс болады. Жетім қалған Өзбекәлі 1939 жылы Отырар маңындағы туысқандарының қолында өмір сүре бастайды. 9 жасында анасы ауыр науқастан қайтыс болып, оны Серім Сейітбек ұлының үлкен ұлы Қожаның отбасына орналастыру шешімі қабылданады. Соғыс жылдарында көптеген ауыл балалары оқуын тастап, еңбекке араласуға мәжбүр болса, Өзбекәлі оқуын үздіксіз жалғастырды. 1945 жылы 7 жылдық мектепті аяқтап, аудан орталығындағы Жамбыл атындағы орта мектепке оқуға түседі. Оқуы қиын жағдайда өтті. Интернатта күнделікті азық-түлік тапшылығы болғанымен, ол білімге ұмтылысын тоқтатпады. 1948 жылы орта мектепті бітіріп, Алматыға келіп, Абай атындағы Қазақ педагогикалық институтының тарих факультетіне оқуға түседі. Қабылдау емтихандарынан сүрінбей өтіп, тарих, география, әдебиет пәндерінен жоғары бағалар алады. Орыс тілі мен әдебиетінен емтихан тапсыруда кейбір қиындықтарға тап болса да, өз табандылығымен оқуын жалғастырады. Оқу кезінде қаржылық қиындықтарға тап болған Өзбекәлі жатақхана болмағандықтан үй жалдап тұрды. Сол кезде оған жақын таныстары мен қайырымды жандар көмектеседі. Студенттік кездерінде Өзбекәлі білімге ерекше ынта қойып, уақытының көп бөлігін кітапханада өткізді. Оның табандылығы мен жан-жақтылығы мен ізденімпаздығы кейіннен достары мен курстастары арасында үлкен құрметке ие болды. Өзбекәлі Жәнібековтың болашақ зерттеу және ғылыми қызметтерінде бұл кезеңдегі тәжірибесі маңызды рөл атқарды. 1952 жыл Абай атындағы Қазақ педагогикалық институтын бітірген. Қызметі: Шымкент, қазіргі оңтүстік Қазақстан облысының Келес ауданында мектеп мұғалімі, оқу ісінің меңгерушісі қызметін атқарды. 1955-56 жылдары Келес ауданы комсомол комитетінің бірінші хатшысы. 56-61 жылдары Шымкент облысының комсомол комитетінің хатшысы. 61-70 жылдары Қазақстан ЛКЖО ОК-ның бірінші хатшысы. 70 және 75 жылдары Қазақстан Компартиясы Торғай облысы комитетінің хатшысы. 75-77 жылдары Қазақстан Компартиясы ОК-ның шет елдермен байланыс бөлімінің меңгерушісі. 87-88 жылдары Қазақстан мәдениет министрінің орынбасары және мәдениет министрі қызметін атқарды. Қазақстан Компартиясының хатшысы 88-91 жылдары қызметін атқарды. Өте білікті де білімді азаматы.